Мен есімім Азамат Есенғалиұлы Мерекенов, мен дәрігер колопроктологпын. Дәрігер болу бұл кішкентай кезімнен басталған арман, ата-аналарының қалауы, сонымен қатар өзі кішкентай болған кезде сұрайтын едім, өскенде кім боласың деп. Сол кезде әрдайым дәрігер болам, хирург болам деп жауап беретін есімде. Науқасты қабылдау кезінде ең бірінші осы аурудың салдарының себебін табуға тырысамыз. Себебі білесіздер, осы тікшек ауруларының пайда болуының өте көптеген себептері бар. Солардың әрқайсысын табуға тырысамыз. Және де екінші мәселе ол науқастарымызбен бірге кеңесе отырып, оңтайлы ем тағайындауға тырысамыз. Яғни бізге науқастардың болашақ емі жайындағы ой пікірі өте маңызды. Әрдайым біз байқаймыз, науқастар қабылдау алдында бір қорқыныш сезімдер болып тұрады, уайымдап отырады. Кей кездері ер адам болған кезде андай намыстанады. Бірақ біз қабылдау кезінде болатын барлық процедуралар жайлы түсіндіріп береміз. Яғни науқасты не күтетінін бәрін түсіндірген соң, науқастың қорқынышы сейіледі, жаңағы уайымдау сезімдері бәрі кетеді. Себебі адам неден қорқады? Ол өзін білмейтін нәрсесінен. Толық бәрін түсіндіріп болғаннан кейін қорқыныш, онда еш нәрсе болмайды, уайым бәрі кетеді. Алтын медикус бұл ең бірінші, бұл дамушы орта. Яғни осы командамен бірге үлкен бір мақсаттарға жетем деген үлкен үміт бар. Яғни өзімнің тәжірибемді, өзім деңгейімді жоғарылатуға көмектесетін команда деп есептеймін. Және бұл проктологиялық орта, яғни бір мамандықтың ішіндегі қаншалықты мамандық тарыла берген сайын, соншалықты ол жердегі эксперттілік жоғарылай береді деп есептеймін. Осы проктологиялық орталық болғандықтан кейін осы алтын медикус, осы команда менің таңдауым. Құрметті достар, егер сізді тікшек аурулар проблемалары мазаласа, біздің ауруханаға, біздің клиникаға келіп жазылсаңыздар болады. Біздің мамандар сіздерге әрдайым жоғары сапалы және жоғары сервистағы көмек көрсетуге дайын. Жазылыңыздар.